саламатсыздар ма? Мен атым Айнагүл Алдаберген қызы. Мен София мен Нұрисламның жетекшісімін. Балалар, бүгін біз магнитпен әртүрлі тәжірибе жасаймыз. Енді біз магниттің қасиеттері мен ерекшеліктерін қазір осы жерде зерттейміз. Магнит, балалар, ол бізде минералды тас. София, біз мына жерде қандай құрал көріп тұрмыз? Қандай құрал көріп тұрмыз? Қағаз, тиындар, ағаштан жасалған, ағаштан жасалған. Так, Нұрислам, сен мына жерде қандай құрал көріп тұрсың? пластик, Құмнан жасалған. құмдан жасалған, магнит, ойыншықтар. Әртүрлі ойыншықтар, әртүрлі заттан жасалған ойыншықтар. Енді балалар, біз осы жердегі құралдармен зерттеу жасап көрейік. Ал енді дайын болсақ, бастайық. Нұрислам, сен мынау пластикалық ыдысты ала қой. Магнитті ала қой, астынан жүргізіп қой. Не байқап тұрмыз? Неден өтіп тұр? Пластиктан өтіп тұр. Жақсы. Ал София, сен енді мына жерден алып, магнитмен көрші мына жердегі тиындармен аяқ-аяқшалардан қайсысы жабысады екен? Не жабысып тұр? Тиындар жасалып тұр. Неліктен ол жасалып тұр? Жабысып тұр. Өйткені тиындар темірден жасалған, жақсы. Енді Нұрислам, мынау бізде не? Салафан. Ал мынау бізде көбелек. Көбелекте біз темірден жасалған тиынды жабыстырдық. Қане, көрейікші енді. Магниттің күші салафаннан күшті ма? Күшті, өте жақсы. Так, София, мынау бізде не? Пакет. Жоқ, мынау не бізде? Қағаз, өте жақсы. Енді бізді көбелекті көрейік. Қағаздан өте ме екен күші магниттің? Өтіп тұр ма? Жүргізіп тұр, өте жақсы. Так, енді балалар, біз мынау құм, бізде? Мен сендер келмей тұрып, мынау құмның арасына әртүрлі заттарды тық қойған. Қане, іздейікші, не бар екен ар ішінде? Енді алыңдар. Алыңдар. Көріңдер, не бар екен? Не таптыңдар? Темір, өте жақсы. Так, Нұрислам, сен не таптың? Кілттер таптың. Олар неден жасалған? Темірден. Сондықтан олар жабысты магнитпен. Өте жақсы. Ал балалар, мына жерде біз қандай заттар көріп тұрмыз? Қандай ойыншықтар, Нұрислам? Не көріп тұрмыз мына жерде? Пластикадан жасалған ойыншықтар, Мынау қандай түс, София? Сары, сосын және көп, өте жақсы. Ол бізде пластикадан жасалған. Ал мына ойыншықтар резинадан жасалған. Қане, енді магниттармен көтеріп көріңдерші? Жай, көтеріп көріңдер. Алам екен? Алмайды екен. Яғни бізде магнитке пластик пен резина жақындамайды, Өте жақсы. Ал балалар, енді София, Нұрислам, сендер не байқадыңдар жаңа осы жерде? Не байқады? Магниттің күші көп. Көп, қандай заттарды тартады өзіне? Темірден жасалған заттарды тартады екен, балалар? Ал сендерге осы тәжірибе ұнады ма? Ұнады. Неше? Біз қоштасайық. Сау болыңыздар.